Бүгін біз жалпы Free Fire'дан жалпы Таиланд региондағы ең жалпы қымбат донатты ең көп көрген жалпы аккаунттарды қарайтын боламыз. Және де алдыңғы видеоның жеңімпазы дәл осы бала. Бұл бала құпия сөз тауып және астына өзінің телефонын жазып маған тіркелген екен. Мен соған байланысты бұл балаға өте кереметті жалпы настройканы берген болатынмын. Сендер де дәл осы бала сияқты жеңімпаз атансыңдар болады. Ол үшін жалпы маған тіркелу және де осы видеоны мұқият қарап отырып өткен видеоны кез келген жерде құпия сөзі болуы мүмкін. Соны тауып жалпы дәл осы бала сияқты жеңімпаз атансаңдар болады. Ең әуеліне қарап отқандар міне жерде настройкада біз жалпы ағылшын тілінде тұр. Бізде міне Таиланд деп тұр. Яғни біз қазір Таиланд региондамыз. Ең әуелі біз бұл жақтағы қымбат аккаунттар көру үшін жалпы прайма кіріп, дәл осы жерден үшіншісін таңдаймыз да, бізде қазір осы кезде бір айдығы тұр екен. Біз яғни бүкіл уақытты көретін боламыз. Бізде бірінші орында чыз аккаунт 17.430.545 алмас салыпсаңы ойлап қараңыз, бір аккаунтқа осыншалықты алмас салыпсаған. Так, бұның жалпы нигі Origam деген purigam.com деген дәл осындай нигі бар бала екен. Чыза бұның аккаунтына жетірген www.purigam.com дейді екен. Ойлап қараңыз, мынау аккаунтқа жалпы 17.430.000 алмас салғанға жалпы сенбейсің. Так, мына жаңында чызы эволюцияда небәрі 3-4 бисақ эволюцияны фул көтерген. Мен түсінбедім сонда. Ойлап қараңыз, небәрі аккаунты 75-ші уровень. Так, 21.310 жалпы лайкі бар екен. Так, өзінің бір гильдиясы бар екен. Так, лидер еще өзі ма? Өзі лидер екен. Ал енді біз бұның медалдарын көрсек, мұнда тек қана жалпы осы бояқ пропуста көп ойнамаған екен. Небәрі бірақ медалдан жалпы 80, 83, 49 дейді. Осылай медалдарды аз алған екен. Элитный пропусттың ойландаш медалдан қарасынаш. Чызы медал мұны. Так, Сакурадан бастап ойнаған, хик-коп ташпаған, 3 ташпаған, 4 ташқан, 5, 6 ташқан, 7, 8. Так. Ал мына жақтағы жалпы медалдарының өзі ең аз дегенде әр пропустта 10.000 медал сатып алған. Чызы қараңыз, неше пропуск мына жерде. 103.000 медал, 100.000 медал, 100.000 медал, 100.000 медал. Қалай мен түсінбедім, ойлап қараңдаш. Неше пропуска медалдарды про сатып алған. Ойлаңдаш, бізде элитный пропуста бір медалдың өзі 20 алмаздан болса, сонда бұл 100.000 жалпы медал сатып алған. Сонда қалай сонда 200.000 ба? 200.000 алмаздан ортқан ба? Сонда қалай әр пропуска? Ойлап қараңыз, сонда бұның жалпы алмазының көпшілігі жалпы осы пропустарды, жалпы медалдарды сатып алуға құртқан екен. Ойлап қараңыз, бірақ на аккаунттың бай сырттан қарасаң, олай деп ойламайсың жалпы. Ал неше бұл аккаунттың тағы ендеше так списывается дәл осы қыздың пұтын ғана жалпы армандайды екен. Бірақ дәл осы аккаунтқа ойлаш 17.430.545 алмас салынған. Ал енді біз бұны жалпы теңгемен шығатын болсақ 69.722.180 теңге. Ойлаңдаш, 70 миллионға таяу ақшаны дәл осы бір аккаунтқа салып тысаңы. Ойлаңдаш, бұлай сырт көзге қарасаң ондай жалпы қымбат емес, жалпы донатты көп көрген аккаунтқа жалпы ұқсамайды. Бұл бізде жалпы бірінші орында тұрған игрок. Ал енді келесі екінші орында тұрған игроктың аккаунтына жалпы 10.122.352 жалпы алмас салып тысқан. Так, Joy Boy Ember деп қойыпты нигін. Так, астына Free Fire дейді. Так, бұл ема ойландаш. Бұл қыз ба сонда? 80-ші уровень, 31.584 жалпы аккаунтында лайк бар екен. Так, осы кедер так рейтингтен бронза 1, рангтан да бронза 1. Сонда бұл ойнамай кеткен ба? Сонда қалай мен түсінбедім. Екінші жаңа чузы ешқандай зат жоқ. Ал медалдарын көретін болсақ, так, жалпы осы пропуста бояқ паста көп ойнамай кеткен. Даже ойын тастап кеткен ба? Сонда мен түсінбедім. Даже ойын тастап кеткен.
Бірақ элитный пропускты қарап отырсақ, мына жерде жалпы таңғалатындай емес. Бірақ медалдардың барлығын ашқан, комиссия қылып орындаған екен. Так, осы нешінші пропуск? Так, пират пропуск. Пират пропусктан жалпы примерно бір 5-ші пропуск қой. Элитный 5-ші пропуск одан бастап ойнаған. Сонда бұл жалпы аккаунт үші банға кеткен, либо ойнамай кеткен. Бірақ ойлаңдашы, мынау аккаунтқа қалай 10 миллион алмас салған, ең болмағанда медал ашпаған, жалпы эволюциялар штангесі көрсетілмеген, сонда бұл аккаунтта қалай мен түсінбедім. 10 миллион алмазды жалпы бұл аккаунттың қай жағына құртқан екен, киімге құртқан ау пайде. Қарапсақ, список желаниесін көретін болсақ, ешқандай жалпы зат жоқ екен. Ал ендеше бұл Joyboy Emberдің жалпы аккаунтына салған жалпы алмазын есептейтін болсақ, теңгеме шаққан кезде 40 миллион 489 мың 408 теңге. Ойлаңдаш, 4,5 миллион теңгені дәл осы аккаунтқа салған, 40,5 миллион. 40,5 миллион теңгені дәл осы аккаунтқа салған екен. Бірақ аккаунттың сыртына қарасақ, бай өше ұқсамайды ондай көп алмас салғанға. Біздің регионның өзі максимум бір 4 миллион 5 миллион ба, сондай ғана, одан артық алмас ешкім көп салмаған пайы. Мына жақта Таиланд регионда чөзі шейхтар өмір сүре ма, мен түсінбедім вообще. Ал енді бізде келесі топ 3-ке кірген аккаунт. Бұл жалпы аккаунтына қазір уақытта 4 миллион 904 мың 170 алмас салған екен. Так, неге енді мен неге түсініксіздеу? 85-ші уровень. 36.031 жалпы лайк бар екен. Так, осы кезде қазіргі кезде рангтан 123 звезда, яғни эксперт чемпион бопты. Рейтингтан мастер 2 жалпы очкосы бар екен. Екінші жағына қарап отырсақ, так, осында 2 флаг эмоциян қойып қойыпты. Так, чөзі тәжінеқа бір тәжбі бірден қойыпты. Так, профилны мен мына тәж жалпы бұрын сонда көрмеген. Так, осында жалпы пиратский скайджет топ қойыпты. Ал медалын қарайтын болсақ, мына жер қараңдаршы. Медалдардың өзін жалпынақта сатып алған екен. Элитный пропусктардың медалын көндір ма? 2000, 4000, 600 жалпы. Сакурадан бері жалпы пропусктар бар екен. Мына жерде 4 пропусткты жіберіп алған жоқ, 5 пропуск. 5-ақ пропуск жіберіп алғанда қалғанын барлығын түгелмен ашқан. Бірақ негізі жалпы Сакурадан басып сынағанда бастапқы 10 элитный пропуск жалпы ең редке пропусктардың бірі. Ал мына жақта ол бастапқы неше пропускі? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 пропусктарды жалпы Сакурадан бастап ешқайсын тоқтатпай түгелмен ашқан екен. Ойлап қараш, мынау аккаунт өте жалпы керемет аккаунттардың бірі десе болады. Ал мына жақта тек қана список желаниесіне жалпы дәл осындай анимация ғана бар екен. Бұл жалпы білеміз, бұл өте кереметті жалпы анимациялардың бірі десе де болады. Қазіргі уақытта өзінің так Epi Thailand деген гильдиясы бар. Жоқ, өзінікі емес, кімдікі мынау? Epi Thailand деген дәл осы қыздың гильдиясында екен осы кезде осы бала жалпы. Ал ендеше бұл үшінші орында тұрған игрогымыз жалпы осы кезге дейін аккаунтына жалпы теңгеме шаққан кезде 19 миллион 616 мың 680 теңге салып тастағанға ойлап қараңдаршы, 20 миллионға таяу ақшаны дәл осы аккаунтқа салып тастаған. Чөза бұл не деген адам өзі, не деген игрок, ойлаңдаршы. 20 миллионға таяу ақшаны дәл осы аккаунтқа салып тастау. Ал бізде келесі орында тұрған игромыз дәл осы бізде үшінші орынға өте жақын екен. Так, неге Marcel XL iOS па, iOS дейді чөзін бұл, пайде iPhone мені. Бұл бала жалпы аккаунтына осы кезде 4 миллион 493 мың 872 алмас салған екен. Чөз аккаунт. Мынау аккаунттық басына киіп көпті киіп апты.
Так, аккаунты 81 уровень, 19106 жалпы лайкы бар екен. Так, рангтан 10 звезда мастер дейді. Рейтингтан жалпы алмаз 2. Екінші жағында бізде жалпы осындай өзіне ұнайтын 3 жалпы кереметті эмоцияны қойып қойған екен. Ал ендеше бұның медалдарын көретін болсақ, чөзі Сакура Хипко пасақпа 3 пропуск 20 ашқан 4-ші жіберген екенді. Ал қалғандарын ашып мынақта 4 пропусты жалпы жіберіп алған. Ал пайды так элитнидан 1, 2, 3, 4, 5. Элитнидан 5 пропуск, так наяқтан так 4, наяқтан 5. Яғни 10 пропусты жіберіп алған екен. Ал жалпы Сакурадан бастап барлығын түгелмен ашып келе жатыр. Дәл осы бала. Ал ендеше бұл баланың так гильдиясы бар екен, Apple Chat дейді. Так өзінің гильдиясы пайди бұл бала iPhone мен ойнайтын бала сияқты. Так ендеше бұл баланың спешл желаниясын көретін болсақ, жалпы осындай заттарды армандайды екен. Ал бұларға пайди мына зат әлі шықпаған сияқты. Ал бізге осы кезде сенгірегенді қазір халявада тұр. Z-Doll деген жалпы набор екен бұның аты. Ал ендеше бұл бізде 4-ші орында тұрған игрогымыз. Жалпы аккаунтына теңгеме шаққан кезде бұл 3-ші орынға өте жақын десе де болады. Так, бұл аккаунтына қанша салған өзі? Аккаунтына болда 19 миллион 500 мың теңге салыпса ойлап қараңдаршы. Аккаунтына осыншама ақшаны дәл осы бала жалпы аккаунтына салған екен. 3-ші орынға өте жақын, Ал ендеше бізде келесі орында тұрған игрогымыз. Так, бұл бала жалпы 5-ші орына топ 5-ке кіріп тұр. Ал бұл аккаунтында 3 миллион 506 мың 651 теңге салған екен. Ал ендеше бұның профиліне кірсек, 95-ші уровень. Ойлап қараңыз, аккаунтына 51.988 лайк бар екен. Бірақ 95-ші уровень үшін жалпы бұл лайк өте аз десе де болады. Негізі кемінде 100 мың лайктан көп болу керек. Бұл балаға жалпы бұл қызау пайди, ешкім пайди бұған көп лайк баспайтын сияқты. Бірақ 95-ші уровень деген сұмдық қой. Еще профилін андай питамисын деп, андай бір затын қойып-та. Екінші жағында ешқандай зат жоқ. Гильдиясының аты Шля дейма, чөзім қалай, мен түсінбедім. Короче, гильдиясы Таиланд пен Гонконгтың жалпы екі елдің арасында гильдия ма, сонда қалай, өзі бірақ лидер емес екен. Лидері дәл осы бала 80-ші уровендегі дәл осы бала екен. Ал ендеше бұл жалпы қыздың список жанасына тек қана осында гильдияның үсі көрсететін жалпы заты бар екен, эмоциясы. Тек қана соны ғана армандайды екен. Ал бұл қыз жалпы рейтингтан 7542 очкосы бар. Рангтан 31 жалпы звезда мастер чемпион дейма, қандай сондай екен. Медалдарын көріндір ма? Бірінші бояқ паста жалпы 1330 медал сатпаған, ең көбі бояқ пастағы. Ал элитінде чөзі 666 медалдарын көндірме әдем сатып алған, соңғы жақтағы элитный пропустырды. Еще Сакурадан бері ойнаған. Ешқандай пропуст жермеген, ойлап қарындаш, чөзі калме түсінбедім жалпы. Бүкіл пропусты түгеліме сатып алған ғой. Еш қайсысын даже жібермей ашқан ғой, ойлап қарындаш. Деген аккаунт бұл жалпы. Еще уровені де көп. Жалпы ендеше бұл 5-ші орында тұрған жалпы аккаунт, осы кезге дейін аккаунтында 14 миллион 26 мың 604 теңге. 14 миллион теңгені жалпы дәл осы аккаунтқа салып тастаған екен, дәл осы қыз. Ал ендеше біз келесі орында тұрған игрогымыз, бұл қарап қарасына небәрі 4 мың ғана алмаз қалып келатыр екен. Так, 5-ші орыннан. Ал ендеше біз 6-ші орында тұрған игрогымыз аккаунтына 3 миллион 502 мың 685 алмаз салып тастапты. Ал ендеше бұның так нигі Бокез дегенді өзінің Таиланд региондағы бір сөзді
жалпы жазып қойыпты. Емі! Бұның өзі 90-шы уровень. Аккаунтына ол 37.172 алмас салыпсан ғой чөзі. Ойлап қараңдаш, не деген игрок бұл өзі. Бұған біз бір лайк бас жереміз. Қазіргі уақытта рейтингтен жалпы мастер 4 seviyede 5237 очкосы бар. Ал рангтан көп ойнамайды екен, небәрі платина 3 па, сондай платина 3-ке дейін ғана жетті. Емі екінші жағыны бүкіл эволюцияларды түгелмен көтерген. Үші ястрептен мастерскийден жалпы 39-шы уровенге көтерген. Яғни бұл өзінің регионның армашөгі. Ястрептің королі болып тұрған. Ал ендеше бұл баланың жалпы медалдарын көретін болсақ, емі медалдарының өзін небәрі 4-ші пропусты жіберіп, ал қалғанның барлығын жалпы ешқайсысын жібермей түгелмен ашқан. Абидіне жалпы тек қана бір пропустный патшаның сурет тұратын, тәжін сурет тұратын пропусты жалпы 4-ші пропуск қана жіберіп алу деген абидің нәрсе. Қалғанның барлығын түгелмен ашқан. Үші мұна пропусты 1295 медал жинаған. Ойлап қараңдаш. Кәдімгідей мықты, деген игрок мұны. Еще Сакурада бар, Сакурадан бері бұл ешқайсысын жібермей түгелмен ашып кеткен. Ал бұның список жинаса тек қана дәл осы жылтырайтын шорты тұр екен. Яғни бұл золотистый шорты сияқты шин бридж шортс па сондай тұр екен. Так, ал ендеше бұл баланың жалпы так біз гильдиясының, біз бұның гильдиясы чөзекінің гильдиясы екен. Бір баланың жалпы гильдиясы екен, так өзінің гильдиясы ма? Өзінің гильдиясы екен ғой, бәсе. Ал ендеше бұл бала жалпы аккаунтына осы уақытқа дейін жаңағы бізде 5-ші орынға өте жақын деген болатынмын. Дәл сол сияқты 14.10.720 теңге. Сонда небәрі 16.000 теңге ғана екеуінің жалпы разницасы 4.000 медалған 4.000 алмаз ғана екен, 4.000 алмаз ғана, ойлап қараңдыш. Ал ендеше біз келесі орында жалпы 7-ші орынға кірген игромыз. Бұл жалпы аккаунтына 3.35586 алмаз салған екен. Так, Буатонг деген жалпы неге бады? Буатонг чөзі не қалай мен түсінбедім. Ал ендеше бұның аккаунты 86-шы уровень. Ойландаш, 86-шы уровеньде, бірақ қалай мен 20-121 ғана лайкі бар, мен соны түсінбедім. Дада кемінде бір 30-40 мың жалпы лайкі болу керек. Сонда бұл регионда адамдары жалпы игроктарға көп лайк баспайтын болып тұр ғой. Бірақ өткені 86-шы уровень үшін небәрі 20 мың ғана лайк, бұл өте аз сиде болады. Так, қателеспесем, чөзін аватарка салайлы. Бәсе, міне Буаторонг деген баланың жалпы гильдиясында екен. Ал өзі 86-шы уровень. Ал екінші жағында ешқандай жалпы зат қоймаған екен. Астына Буа 8881 чөзі ол не мағына, мен түсінбедім. Ал жалпы бұл рейтингтан мастер 1 екен. 3772 очкосы бар. Ал рангтан 93 звезда, яғни эксперт екен. Ал медалдарын көрейік. Жалпы көріп отқандарындай бұл бояқ паста көптеген медалдарды ашпаған екен. Ал элитныйда 3-ші пропусттан бастап тоқтатпай ашқанда соңғы жалпы 3 пропусттар ашпаған екен элитныйдың. Бірақ олар ондай қатты мықты емес пропусттар. Жалпы хип-коптан бастап ойнаған, бірақ бұда хип-коптың жалпы қыз түрінің шашы бар, сонда мен түсінбедім. Қалай албаған бұл? Бұл қалай албаған? Бұл да хип-коп пропусты, бірақ ашпаған. Мына жақта сонда тегін тарататын ма хип-коп пропусты, мен түсінбедім жалпы. Ойлап қараңыз, чөза логика, бұда хип-коп жоқ, пропусты міне жоқ, бірақ хип-коптың қыз түрінің шашы бар. Қалай сонда? Ал бұның жалпы список желаниясына осындай жалпы заттар бар екен. Енді бұл заттар әлі бізге де шықпаған, бұл жаққа да пайдай шықпаған сияқты. Небәрі так бізде нешат 8 жалпы затты ғана армандайды екен бұл қыз. Ал ендеше бұл 7-ші орынға қыз аккаунтына бұлды 6-ші орынға сәл жақындау екен. Ал бұл аккаунтына осы кезде жалпы 13
422.344 теңге салған екен. Почти 3,5 миллионға таяу ақшаны дәл осы аккаунтқа ойлап қараңыз, салыпсан ғой. Дәл осы қыз. 3,5 миллионға таяу ақша. Ал бізде келесі орында тұрған игрок жалпы бұл негін көрсетпеген екен профилына, яғни бұның кірмейді, яғни амоним деп қойыпты. Ал бұл аккаунтына 3,21,240 алма салған екен. Ал неше бұның жалпы салған алмасын теңгемен шаққан кезде 12,84,960 теңге. 12 миллион салыпсан ойлаңдаршы мынау аккаунтқа. Не деген игрок, бұл өзіме түсінбедім жалпы. Ал бізде келесі орында тұрған 9-шы орында тұрған игрок жалпы бұл аккаунтына 3,02,296 алмас салып тастаған екен осы кезде. Ал бұның профиліні 88-ші уровень 42,011 жалпы лайкі бар екен. Астында Telegram, TikTok, Instagram'ба жазып қойыпты. Ал неше бұның негені түсініксіздеу, біз енді бұның неген оқи алмаймыз. Ал бұның жалпы аккаунты жалпы қазір рейтингтан, енді КБ рейтингтан 4,314 жалпы очкосы бар екен. Ал рангтан 68 звезда, яғни эксперт болыпты. Ал екінші жағында ешқандай жалпы заттарды қоймаған. Ал медалдарын көрейік. Медалдарын қарап отырсаңдар, ешқайсысын жермейінсек, так осы екі пропусты жіберіп алған екен. Бірақ элитныйдан медалдардың көбісін сатып алған. Ал бастапқы пропусттардың примерно бір 15-20 жақты пропусттарды ойнамаған. Бірақ Сакура пропусттан бері дәл осы аккаунтын ашқан екен. Ал мына жақта көптеген пропусттарын жалпы медалдарды сатып алыпты. 8 уровень прайм, еще 5 гильдия жүр. Ал неше бұл баланың жалпы списшынайса тек қана нандай 100-ші уровенде беретін нандай бір эмоцияны қойыпты. Ал ендеше бұл баланың аккаунтында көптеген нәрселерін жасырған екен. Ал бұл аккаунтына қазіргі уақытта дәл осы бізде 8-ші орынға жақын 12,9184 теңге. Почти 12 миллион. 12 миллион теңгені дәл осы аккаунтқа салып тастаған екен осы бала. Ал бізде келесі, яғни топ 10 ең соңғы орында тұрған игроктың аккаунт көретін болсақ, бұл бала жалпы аккаунтына бұлдың да профиліне кірмейді екен, амонимус деп қойыпты, яғни амоним деген. Ал енді бұл аккаунтына 2,985,357 алмас салған екен. Ал енді біз бұны теңгемен шағатын болсақ, 11,940,428 теңге. 12 миллионға таяу ақшаны ойлаңдаршы, дәл осы аккаунтқа салған екен, бірақ бізде өкінішке орай профиліне кірмейді екен. Ал енді әзірге біз осы кезде осы Таиланд регионы көріп отқандарындай, бізде Бразилия регионында ең көбі 7,5 миллион ба алмас салған болатын. 9 миллион ба, 7,5 миллион ба, пайды сондай. Қателеспесем сондай. Ал мына жақта бірінші орын 17 миллион сонда бізде әзіргі уақытта Таиланд регионы бірінші орынға, яғни 17 миллион 430 мың алмаспен бірінші орынға шығып кетті. Ал ендеше бүгінгі видео жалпы қызықты болса және құпия сөз тапқандар, ендеше осы видеоның комментариясына әдеттегідей құпия сөз тауып, астына өздерінің жалпы телефондарын жазып кетіңдер. Ал егер де кім құпия сөз тапқан болса, мен соған солардың жалпы телефонына арнаған өте керемет универсальный әдемі хедшот ұшатына, яғни кез келген оружиемен жақсы хедшотындай настройканы қалдыратын боламын. Ал ендеше осы видеоны достармен бөлісіп ұмытпаңдар, олар да білсін, яғни Таиланд регионында осы кезде шейхтар өмір сүреді, және де ол региондағы қазіргі Free Fire'да жалпы мен тексерген бойынша ең көп жалпы донат салатын игроктар сол жақта екенін олар да біле жүрсін.